Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып қазақ тілі. 1-ші бөлім. 48-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Балалар, бұл аптадағы біз білім қоржынымызға қосатын мақалымыз отан туралы. Отан отбасынан басталады. Мұқият түсініп оқып, есіңде сақтап, жаттап ал. Олай болса, сабағымызды бастайық. 46-шы жаттығу. Самат өзінің қарындасы Еңлікке өлең оқып отыр. Ал Еңлік болса, өлеңдегі сұрақтардың жауабын таба алмай қиналды. Еңлікке көмектесейік. Ол үшін дерек көздерден іздейік. Өлеңнің тақырыбы неге? Бұлттар неге ауады? Жаңбыр неге жауады? Шұғыл неге көшеді? Жарық неге өшеді? Маса неге шығады? Жұлдыз неге ағады? Орман неге шулайды? Теңіз неге тулайды? Өлеңнен сұраулық мағына білдіріп тұрған сөзді тап. Бұлттар неге ауады? Бұл да сұрау белгісі бар сөзден құралған бұл өлеңдер. 47-ші жаттығу. Мына жайттарды білу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жаз. Сабақтың басталатын уақытын. Бұл жағдайларды білу үшін деген сөз сұраулы сөйлем. Сабақ нешеде басталады? Сабақтың басталатын уақытын жазайық. Сабақ 9-да басталады. Сыныптағы кезекшінің есімін жаз. Немесе бүгін сыныпта кім кезекші? Азаматтың сабақтан кешігу себебін. Азамат сабақтан неге кешікті? Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың санын жаз. Қазақ тілінде дауысты дыбыстар қанша? Мына жайттарды білу үшін сұраулы сөйлемдер құрап жазыңдар. 48-ші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Ақтерек, көктерек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Елгезек те тіл алғыш болса сондай ұл керек. Ақтерек, көктерек, бізден сізге кім керек? Білімді де тәлімді болса сондай ұл керек. Балалар, өлеңнің жалғасын өзің тауып айтып көр. Бұл ойын саған ұнай ма? Ұнаса үзіліс кезінде немесе дене шынықтыру сабақтарында ойнап көріңдер. Үзіліс кезінде ойнауға болатын тағы қандай ойындарды білесің? Өз ойыңмен бөліс. Енді біз 49-шы жаттығуға назар аударайық. Бағанның сол жағындағы көп нүктенің орнына тиісті сұрау мәнді сөйлемдер жаз. Екі бағандағы сөйлемдердің бір-бірімен өзгешелігін дәлелде. Балалар, өскенде ұшқыш болғым келеді. Бұны сұраулы сөйлем қылып айналдырайық. Сен өскенде ұшқыш болғың келеді ме? Келесі. Ұшқыш болу үшін батыл болу керек. Ұшқыш болу үшін қандай болу керек? Немесе ұшқыш болу үшін батыл болу керек пе? Мен сурет салғанды ұнатамын. Саған сурет салған ұнайды ма? Әбілхан Қасиев сияқты суретші болғым келеді. Әбілхан Қасиев атаң сияқты суретші болғың келеді ме? Немесе Әбілхан Қасиев
сияқты суретші болуға тырысасың ба? Осылай жазуға болады. Балалар, екі сөйлемнің бір-бірінен айырмашылығы неде? Бірінші сөйлемде сұраулы сөйлем. Біз сұрау белгісін біз жауап алу мақсатында сұраған сөйлем. Ал келесіде соның жауабы. 50-ші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Мойны сұрақ белгісі бұл қандай көл құсы? Әрине, бұл көл құстың аты аққу. Жұмбақтың шешуіндегі құсты сипаттап көр. Біз алдында сипаттау мәтінінің түрін өткен болатымыз. Сипаттау мәтінін еске алатын болса, қандай деген сұраққа жауап беретін сөйлемдер жасамыз. Яғни, аққу қандай? Өз ойыңмен бөлісіп, тапсырманы өзің орындап көр. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.